Seni milyoner etетін 17-ші қадам. Бірінші, өзіңе төле. Сен ақша алған кезде барлығына төлейсің, тек қана өзіңе төлемейсің. Ойлауы мүмкінсің, кәне мен ақшам ғой, оның барлығы менікі ғой деп. Жоқ, сен ақша алған кезде оны банкке бересің, киім алатын кезде киіміңе бересің, тамақ алатын кезде дүкенге бересің. Және ең соңғы болып, қалғанын өзіңе төлей бастайсың. Ол кезде уже еш нәрсе қалмайды. Сондықтан да ақша төлей түсе салып, ең бірінші өзіңе төле, өзіңді құрметте, сен достойнысың. Ең соңына өзімізді қалдырып қоятын әдет кішкентай кезімізден қалыптасып қалған. Бала шағамен кішкентай балдармен ойнап отқан кезде, ана бір шегол келіп, ойыншығыңды берші деген кезде бермей қоясың, өйткені оны жақсы көресің. Сонда үлкен адам келіп, папа, маман келіп, берсе кішкене ойнап қайтарады ғой деп, менің собственный я дегенді өшіріп тастаған. Бұл мен ешкім емес, мен екінші орындамын, мен ең соңғысының деп, кәдімгі ақшаға келген кезде сондай болып қалғанбыз. Сондықтан да бірінші өзіңе төле. Өткен сен маңдайтермен жұмыс жасадың, өзіңе қалдыр. Және ақшанды теңгемен сақтаған білесіздер, қазір уже невыгодно. Кеше ғана доллар теңгеге 450 еді, бүгін 470 болды, ертең 490 болады. Ақшаны алдың ба, долларға, евроға, немесе алтынмен сақта. Өткенде алтынмен сақта десем, как раз осы теманы айтайын дегем, жүзік, білезік, сырға алып алған бір жігіт. Ол алтынды айтқан жоқпын ғой мен саған, настоящий алтынды деп айтып жатырмын. Міне 999-ші проба мынандай болады. 5 грамм, 10 грамм, 15 граммдық болып бөлінеді, но 5 грамм. 999, бұны 100 мыңға алатын болсаң, ертең 150 мыңға 200 мың өткізе аласың. Анау сырға білезікті 100 мыңға алатын болсаң, оны өткізе алмайсың. Именно 5 граммдығы 200 мың теңге дейме болады. Одан кейін, көп осы қадамдар қашан басталады деп отыр. Осы қадамдар, осы айтқан жасаңыздар. Жоқ, мен қатысқым келеді дейтін болсаңыздар, осы видеоның астында WhatsApp жазып қойдым. 2 күндік мастер-класс болады, сол 2 күннің ішінде бірге сіздермен отырып, 2 күнде табысқа жететін боламыз. Есілше командаға қосылыңыздар. Жоқ, мен онда уақытым жоқ, қатысамайым дейтін болсаңыздар, осындай видеомен ақ білім алыңыздар. Алла разы болсын, бақытты болыңыздар. Жеңімпаздар қатарында кездескенше.